Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Көптен бері көріскен жоқпыз. Сол үшін сіздерге бүгін тосынсый десең, дәл қазір біз стадионға барып жатырмыз. Бүгін білесіздер ғой, енді европалық топ клубтар жыл сайын ақшта тур өткізеді. Осында келіп өздерін жарнамалап, көрсетіп деген сияқты өздерінің жанкүйерлері үшін сондай тур өткізеді. Дәл қазір емес, бүгін біз сол турдың бір ойындарының біріне бара жатырмыз. Ол Реал Мадрид пен Милан арасындағы ойынға. Менімен бірге болыңыздар, мен сіздерге бәрін көрсетем, бәрін айтам. Қолымнан келгенше лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Біз қайта оралдық. Жақсы. Монтаждың құдіреті достар. Бағана ғана мен Арсенийдің алдында тұрдым да, енді қараңыздар. Стадионға апаратын көшеде кетіп бара жатырмын. Біз деген стадионға жетпей түсіп қалдық. Өйткені көшелерде кәдімгідей бар ғой, ағы-жығы қарасаңыздар, мына көліктерді, мына қызды қараңыздар. Сыртта жүріп, Реал Мадридтің футболкаларын сатып жүр. Мына жақта көліктер бір 5 минут сайын 2 метр жүріп, қысқасы, мына жақта адамдар билет сатып жатыр. Сол достар, мына жақта қараңыздар, базар кәдімгідей футболкалар сатып жатыр. Байқағаным тек қана Реал Мадридтің футболкаларын сатады. Иә? Байқадың ба? Миланның футболкалары неге жоқ? Криштиану Роналдо кетіп баратыр, қараңыздар. Айдайын. Vamos. Сиу! Деме қалай айтатын еді? Сиу! Жоқ, неге? Менде бір сұрақ айтасыз. Неге Миланның формаларын сатпайды? Ну просто сәйкес келмейді андай величие. Нан қарасай, ё-моё, мынау деген не бәле, ана паркингті қарасай. Ё-моё. $100 деген қалай кетті? Мына жақта паркинг $100. Алихан көрдің ба? 100 for the parking. 46 мың теңге достар, ойлаңыздар. Иә, ойлаңыздар, 46 мың теңге тек қана көлігіңді қойып 2 сағат футбол көріп қайту үшін. 46 мың теңгеге Алматыда шамамен бір жылға паркинг алсаң болады, или болмай ма? Мен есімде кішкентай кезімізде біздің үй жақтағы неге стоянкаға 6 мың теңге төлейтінбіз айына. Енді ойлаңыздар. Айына 6 мың теңге төлесең, демек жылына 12 көбейтсең 46 мың. Көрдіңіздер ма? Мен сырш бірден айтайын. Достар, өткен жылы мен бұл стадионда болған болатынмын және Реалды қатты күттім, өмірімде бірінші рет көрдім ғой оларды. Сол үшін мен қолымда футболкалар болды, олардың автограф алу үшін қатты оларды көргім келді, фотоға түсіргім келді. Оны жасадым өткен жылы, биыл тек енді чисто наслаждаться етіп, рахаттанып футбол қарауға бара жатырмын. Болды осы, айтайын дегенім. Болды. Ал мен айтатын болсам, мен алдыңғы жылы бұл стадионға келмедім. Алдыңғы жылы мен тек Эль Классикоға бардым, Реал Мадрид пен Барсаның арасындағы ойынға. Биыл енді тағы да 2 ойынға барам, бұйырса. Алихан, сенші? Бүгін күнге жанкүйер боласың. Кеттік, Алиханнан сіздерге бүгін 1-2 жаңа сөз үйренесіздер. Алихан, ағылшынша сөйле. What are you feeling? Excited деген қазақша бар ма? Перевозбужденный ма? Взволнованный ма? Яғни андай қазақша андай бар ғой сөз. Мысалы, сіздер бір жаққа қатты барғыларыңыз келеді, соны күтесіздер көп уақыт бойы, прям андай асығыспен күтіп жүресіздер. Қатты барғыларыңыз келіп, осы сезімді ағылшынша excited. Толқып тұрмын сияқты ғой, толқып тұрмын, бірақ приятным смысле, да? Сосын андай болады ғой, кішкентай кезіңізде туған күніңе ролик сатып берем деп айтады да, сосын сен туған күнінде таңертең таңғы 7-де тұрып аласың да күтесің, қашан ролик, қашан базарға барамыз деген сондай болады, білесің ба, сезім? Или ондай болмаған ба? Болды. Сосын андай бар ғой, мектепте оқып жүргенде шамамен бастауышта орманға барасың да, сосын орманда қасқыр сен талап жеп қояды ғой. Сондай болған ба? Bandanas. Do you have AC Milan's t-shirt? No, Only Real Madrid? Okay. Жоқ ешкімде Миландікі. Ладно. Тағы қандай сөз айтасың? What's up, everyone? We're going to a Real Madrid game, and we're gonna see AC Milan too. Well, there's no AC Milan people, but I know someone that's gonna score a goal is Camavinga because he's the best player in the world. Camavinga? Best player? Camavinga?
Yeah. Okay. How about Chouameni? No, Chouameni is bad. But Kamavinga, he's gonna score a goal. Бүгін AC Миланда кім ойнайды? Андрей Шевченко. Сол жарайды, достар. Бүгін деген Абылай екеуміз шынымен сол нені айтып келе жатыр едік. Мысалы Алихан осы айтып жатыр, Камавинга деген сияқты. Бүгін Абылай екеуміз сөйлескенде әр заманның өзінің андай сүйікті сондай ойыншылары болады екен, действительно. Мысалы біз үшін Камавинга андай да енді. Все равно андай. Ну, жақсы ойыншы, бірақ все равно LA-дің ішіндегі андай топовый ойыншы деп оны айта алмаймыз да. Жас балалар үшін ол уже кумир. Ойды жалпы түсіндіңіздер ма? Иә, Алихан үшін ол кумир, бірақ бізге ол қызық емес, бізге ол брачка десең, айтпақшы. Да, давай, я. Соңғы жаңалықтар ол Лука Модрич шашын бояп алды. Міне, қараңыздар. Шашын қап-қара түске бояп. Сол достар, жақсы, міне жақында қалған сияқтымыз. Анау стадион ба уже? Алихан! Андай, не сияқты екен бір? Просто ауылды жер болады ғой. Көліктеріңді қойып. Міне осындай кезек. Бір қарасаң андай неде сияқты, аэропортта бар ғой, паспортный контрольдан өтесің ғой, әлі осылай өтесің ғой, сол сияқты. Бәрі Хала Мадрид деп айғайлап жатыр, біреулері Милан бір бәле деп айғайлап жатыр, Вамос деп жатыр ма, бір бәле деп айғайлап жүр, мен де айғайлайын, Қайрат, чемпион деп. Не дейді, су болмайды дей ма? Су болмайды екен. Айтты, су болмайды деп андай жадына ішіп жатыр бәрін, ұялса. Дұрыс негізі сырап қалмау керек суды. Бәрін ішпеймін ғой. Ішті бәрін. Ішіне кірдік, жаңағы билет тексеретін жақтан өттік, енді стадионға қарай бара жатырмыз. Стадион туралы айтатын болсам, ескі стадион екен, кәдімгідей көрініп тұр сыртынан. Салыстырмалы түрде, мысалға алдыңғы жылы біз барған Вегастағы стадион кәдімгідей жақсы стадион еді, жап-жаңа шы енді. Ал мынау қараңыздар, мына жақтан көрініп тұр ғой, кішкене ескілеу стадион, бірақ та ойлаңыздар, мына стадионға 90 мың адам сияды екен. Немесе 4 мың піл сияды екен. Немесе десеңе, әзіл, кеттік. Міне біздікі 21-ге келдік. Мына жерді қараңыздар, мынау коридор, командалар шығып келетін коридор бар, сондай сияқты. Айтасты бір футболист деп алатын болсақ. Мынау еще недегі есіме түсіп кетті, Бэтмендағы, Темный рыцарьдағы. Үшіншісінде. Бэйн осылай шығып келетін да. Готэм Сити будет моим. Міне, достар, қараңыздар, осындай міне стадион. Өкінішке орай, бұл стадионда Вегастағы сияқты бүйтіп сыртқа шығасап, тыныштықта жүруге болмайды. Тек ар жаққа кетіп қалсаң, стадиондан бірден шығып кетесің. Міне, достар, сіздер үшін жақынырақ келуге тырысып жатырмын. Сіздер үшін, достар, қараңыздар, міне. Адамдар фотоға түсіп жатыр, сол үшін кедергі ұстамады. Айтас? Достар, жоқ, сол жерге барып тұрып түсейік та фотоға. Алихан. One picture. Қуып жерді бізді, арттағы тәте. Сол үшін кетіп бара жатырмыз. Сол қазір енді орынға отырамыз. Ойын бірер минутта емес, 9 минуттан кейін басталады екен. Осында тұрасылам жоқ? Ане, футболшылар шықты. Ойын басталайын деп жатыр. Неше? 7-те басталу керек еді. 7-тен 8-ге қапты ғой. Кешігіп жатыр ғой. Әдетте футбол кешікпейтін, бірақ енді бүгін қазақтар көп сияқты, соған қарағанда кешігіп жатыр. Бүгін Реал Мадрид ойыншылары қара жейдемен шыққан, ал Милан ақ жейдемен. Бұрынғы легендарный
қызыл қара ме Миландікі, иә қызыл қара легендарный деп ұмытып қалғанымшы. Қызыл қара жейде жоқ бүгін, және де Реал Мадридтің да ақ жейдесі бүгін өкінішке орай жоқ. Мен екі командаға да жанкүйер емеспін. Мен үшін бүгін қызықты ойын болса болды. Және де өте көп гол салынса. Кім дейді? Кендл деген бір қыз және допты берді. Судьяларға ане кетіп баратқан қыз. Достар, интернет өте нашар ұстап тұр, бірақ мен бір нәрсе қылып ашып алдым. Қазір сіздерге құрамын таныстыра кетемін. Реал Мадрид, қараңыздар. Қақпада Лунин дейді, мәссаған. Лунин қақпада, ойлаңыздаршы. Ане, жасыл киімде ар жақта тұр Лунин. Одан кейін қорғаушылар Менди, Фернандес, Милитао және Васкес дейді. Жартылай қорғаушылар Камавинга, Кросс және Беллингем дейді. Ал шабуылда Диас, Хоселу және Вальверде. Міне Реал Мадридтің құрамы осындай, достар. Ане Беллингем доппен. Дәл қазір міне мынау кім, мынау. Теп. Ане. Ой, Кросс. Камавинга, теп. Алыстан тебу, қазіргі кезде алыстан теппейтін болып кеткен, байқайсыздар ма көп футболшылар. Міне Кросс берді. Тепті ане. Қақпашы ұстай алмай қалды. Алғашқы бұрыштама добы. Жарайды, кеттік. Бұрыштама добын беремін дегенше мен сіздерге Миланның ойыншыларын таныстырып кетейін. Қақпада Спорт Йелло. Қорғаушылар Калабрия, Шимич, Томори, Флоренци. Мәссаған мен деген мынау танымаймын ешқайсысын. Одан кейін жартылай қорғаушылар Лофтус Чикті білем, Круничті білмеймін, сосын Пагба дейді. Жоқ, өтірік айтамын. Побега. Қарсаңыздар. Побегте жүрген біреу сияқты. Одан кейін шабуылда Месси. Мессиға ұқсас біреу, бірақ Месси ас екен. Одан кейін Коломба және Пулишич. Пулишичті білем, Челсиде ойнады емес па? Достар, толқыннан алып отырыңыз. Америкалық, яғни Лос-Анджелестік толқыннан алып отырыңыздар. Қазір көрсем сізге. Болмай қалды. Өкінішке орай. Гол, достар, гол! Милан гол салды. Мінекей, достар. Бірінші тайм бітті. Есеп 2-0. Милан клубы ұтып жатыр. Бірінші тайм бітті деп айттым, иә? Сол бірінші тайм бітті. Адамдар кетіп бара жатыр үйлеріне. Қазір олар үйлеріне қайтады да 15 минутта шай ішіп қайтып келеді десең, сондай болса, тайм біткеннен кейін үйге қайтып кететін болса. Немесе дәл футболдағыдай бірінші тайм біткеннен кейін бүкіл адамдар шығып басқа адамдар кіргізетін болса. Достар, бірінші тайм бітті, біз сыртқа шықтық. Міне жаңағы баспалдақпен көтерілсең бірден осылай сыртқа шығып кетесің. Қазір сыртта жүрміз. Миланның жанкүйерлерінің көңіл күйі керемет, бірақ та олар мұнда жоқ. Ана жақтағы кезек арқылы біз бағанадан бері тұрмыз, 15 минут болған шығар. Мына жақтан өтесіз да, керек нәрсеңізді өзіңіз ала бересіз. Сол жақта тоңазытқыштар тұр, оң жақта мынандай полкалар тұр, керек нәрсені аласыз. Тамақ алам десеңіз, яғни тамақ дегенде бұл жақта chicken tenders және фри және хот-дог сатылады екен. Жай ғана барып, оны да ала бересіз, сосын ана жерден төлеп шығып кетесіз. Судың өзі $7 тұрады. Кола $6 тұрады. Алиханда $20 бар екен. Бірінші таймнан кейін есеп 2-0 Милан ұтып жатқан ғой. Сосын біз келіп мұнда жайғасып, анауына отырамыз дегенше 2 минут па 3 минуттың ішінде ма Реал 2 гол тықсат. Сөйтіп 2-2 болды да. Қазір 84-ші минутта Винисиус тағы да бір гол тығып, қазір есеп 3-2. Реал камбэк жасап жатыр. 2-0-ден былай аудар жетті, 3-2 қыл жетіп ойынның бәрін төгеріп, аударып. Қысқасы Реал ұтып жатыр. Және де
Реалдың жанкүйерлерінің көңіл күйлері керемет, көңіл күйі керемет. Отырып атқанда ешқандай қорыққан жоқпын. Себебі білдім Реал шампион десек. Ойын жақсы өтіп жатыр. Өткен жылы ондай қызықсыз болып еді. Маған 2-0 өтті Реал Ювентусты, бірақ мен бірінші рет келіп отырғасын өткен жылы прям қандай матчты қарамай фотоға түсіріп, видео түсіріп отыра бергем. Қазір жақсы болып жатыр. Ойын өте қатты ұнап жатыр. Бірінші тайм Милан күшті ойнады. Реал ойнай алмады дұрыс, бірақ екінші таймда Реалдың лидерлары шықты. В общем, ойын керемет болып жатыр. Көреміз қалай болатынын, бірақ Реалға все равно нападающий жетіспейді, шабуылшы керек. Сен өзің баруға желаниең жоқ па? Жоқ пока уақыт жоқ. Қазір Реал 4-ші гол салатын сияқты. Ойын бітті достар, ойын бітті. Енді біз төменге түсіп көреміз. Білмеймін, мына жақтағы стадион Вегастағыдай емес екен, кішкене өзгеше, сондықтан төменге түсу қиындау болатын сияқты. Дегенмен біз қазір көреміз. Кеттік төменге. Адамдар жоғарыға шығып баратса, енді қайту үшін жоғары шығасың ғой. Мен деген керісінше төмен түсіп баратырмын. Системаға қарсымыз біз. Мүмкін алдыңғы жылдағы сияқты Родригомен, кіммен еді? Родригомен ба? Мен біреуіне фотоға түстім ғой. Мынау Рафаэль Ляо емес па? Осы емес па? Алдыңғы жылы сол Родригомен түстім ғой. Мүмкін биылда солар. Кет. Міне, айтастарды көріп тұрмын. Бірақ мына жақтан төмен салмайды екенсің, өкінішке орай. Қазір бүйтіп мына жаққа өтейік. Оп, excuse me. Қалайсың, дос? Жақсы көрдім. Мына жақта айттың ба сен? Иә. Секіре алмайсың ба? Бірақ көтіміз айырып ала ма? Футболға кіргізбей қоятын сияқты, сосын Европадағы сияқты. Абыл. Анау айыратын сияқты, қарасын. Образ ба? Жаңа көрдіңдер ма, кім лақтырған футболкасын? Милитау футболкасын лақтырды, мына жақта кәдімгідей адамдар таласып секірді ғой. Мен амп еттісің ба? Алар қайсы матч бітті. Олар анда жеңген команда сияқты жүгіріп жүр ма? Осы процесс қызық негізі. Ал енді стадионның жағдайын қараңыздар, ойыннан кейін қараңыздар. Бәрі шашылып жатыр. Бұт-шыт боп. Бұл деген нормальный нәрсе, демек Америкада да, Европада да стадионның осындай жағдайда болуы. Ешкім өз артынан жинап кетті деп айта алмаймын, себебі шынымен қараңыздар, шашылып жатыр. Дәл кірген коридормен қайтадан шығып бара жатырмыз. Қалайсың, Әлихан? Ұнады ма ойын? Қай гол ұнады саған бәрінен де? Кімнің голы күшті болды? Romero's goal from AC Milan. Лука Ромеро деген. Реал Мадрид ойыншысы ма? No, Milan. Second goal. Yeah, second. Yeah.
сіздер де менің ойымды көріп қайттыңыздар деген үміттемін. Басқа айтатын ештеңе жоқ. Билет жайлы айтатын болсақ, билетті менің айтпақшы бүгін туған күнім. Қазір 12-ден кейін. Билетті менің туған күніме Алиханның мамасы сыйлады. Айшатайдың біздің кіндік мамасы. В общем, сол туған күніме сыйлаған. Рахмет үлкен. Сол достар. Байланыстамыз. Біз кеттік үйге. Жақсы. Көмектесіңдер, не болып жатыр мына жақта? Адамдар итеріп, Аси қала Мадрид деп айғайлап жатыр. Шуағам бәрі, жан жағымда. Мына жақта жол жоқ екен. Бекер бар келдік. Адамдардың арасымен қыстырылып. Андай неде жүрген сияқтымыз. Алматы қаласында таңертең автобустың ішінде. Деген әзілден қарайсыздар. Иә, мына жақпен жүз шыға берейікші.